Қамшының қысқа ғана ғұмырда жан жағыңа жақсылық жасап, адами болмысыңды жоғалтпай, мейірімді қалпыңмен отбасыңа, отаныңа, досыңа, ұрпағыңа өсиет қалдыра білсең, демек сенің асқар тау әке деген атың биік болғаны. Көзден кетсе де, көңілден кетпейтін, есіңде мәңгі сақталатын жандар болады. Әрине, сенің ең жақын адамың туралы естелікпен сөз сөйлеу ауырдың ауыры. Бірақ бұл дүниеге келген екенсің, құйрықты жұлдыздай қысқа ғана ғұмырда адами қалпыңды, адами болмысыңды сақтасаң, бұл өмірдегі ең үлкен парызың сол. Күзембаев Әмірсейіт Күзембайұлы 1954 жылы 9 қазанда Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Анталы ауылында Күзембай ата мен Ұлбосын апамыздың шаңырағында 10-шы перзент, 3 ұл, 7 қыздың тұңғышы болып дүниеге келген. Өзінен кейінгі бауырларын қамқорлап, жақсы адам болып жетілу үшін ата әжемізге көмекші бола білді. 1968 жылы сол туған жерінде 4 жылдық мектепті бітірген соң, 66 жылы Комсомол орта мектебіне 5-ші сыныпқа оқуға барды. Сол 5-ші сыныпта өзінің болашақ өмір жолдасы Құрақбай қызы Салтанатпен бірінші рет кездесті. Сол кезден бастап екеуінің арақатынасы жақын болып, бір-біріне деген көзқарасы жоғары деңгейде болды. Балалық кезден бір-бірін қатты ұнатты. 1972 жылы орта мектепті үздік аяқтаған. Асқақ арман қуып, ел жер көріп, жоғары білім алу мақсатында арманшыл жастар 1972 жылы Әмірсейіт ағамыз Беруни атындағы Ташкент политехникалық институтының механика және инженерия факультетіне оқуға түссе, анамыз Салтанат та Ташкент қаласындағы Низами атындағы педагогикалық институтына оқуға түседі. 1977 жылы осы оқу орнының инженер-механик мамандығы бойынша біліктілігін алып шығады. Институт бітірген соң, сол институт ректораты өздеріне мұғалімдікке қалуға шақырды. Алайда Әмірсейіт ағамыздың өзі Ташкент трактор зауытында жұмыс істеуді қалады. Алайда әжесі Тұрсынкүл мен әкесі Күзембайдың қалауымен ауылға қайтты. 1979 жылдың 2 маусымында өмірлік жан жары Салтанатпен бас қосты. Анамыз Сақпаева Салтанат, Құрақбай қызы 1954 жылы Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Комсомол ауылында Құрақбай атамызбен Азатқан анамыздың шаңырағында 10 перзент, 5 ұл 5 қыздың 4-ші перзенті болып дүниеге келді. Екеуі отбасы мен қызметтерін бірге алып жүрді. Саналы ғұмырын мемлекеттік қызметке арнаған Әмірсейіт ағамыз еңбек жолын ауыл шаруашылық басқармасында инженер-инспектор болып қызмет етуден бастады. Қызмет бабымен 1983 жылы сол кездегі Жданов совхозына инженер болып ауысты. 1986 жылы бас инженер болып Ленин колхозына келді. 1990 жылы Энгельс атындағы колхозына бас инженер қызметіне ауысып, Айнатас ЖК-ның құрылтайшысы болды. 2013 жылдан зейнет жасына дейін Қазығұрт ауданы ауыл шаруашылығы бөлімінде бас маман болып қызмет атқарды. Қызмет бабымен қай жерге барса да ортасында әріптестеріне сыйлы, ұжым арасында абыройлы, жоғары беделге құрметке ие бола білді. Аудан, облыс деңгейінде алғыс хаттар, құрмет грамоталары мен еңбек даңқы медалімен марапатталған. Өмірге 3 ұл, 1 қыз әкеліп балаларын асқартып әке, жанашыр пана бола білген. Бір әулетті үйіріп, іні мен қарындастарына ақылын айтып, оларға да әке орнына әке болып, бар ынтасымен тілеулерін тілеп отырды. Балаларын оқытып, тәрбие беріп, ұлын ұяға қызын қияға жайландырып, 13 немересіне аяулы қамқор ата бола білді.
Ол қыздары жоғары білімді, өз кәсіптерінің беделді мамандары. 2014 жылы 16 шілдеде аяулы анамыз фәни өмірден бақи дүниеге өтті. Жатқан жерлерің жайлы, жандарыңыз жәннатта болсын. Жарқын бейнелеріңіз жүрегіміздің төрінде мәңгі сақталады. Қампайып сырттай жүргенмен, жабықтым іште езіліп. Балаша мәз боп күлгенмен, қайғыны жүрмін сезініп. Әкесіз күндер зулауда, бұл күндер маған тамұқтай. Көңілдің гүлі қурауда, жүремін қалай қамықпай. Сағыныш серік жаныма, көңілге медеу жырларым. Бастағы бақты тағыда, уақыты қалай ұрладың. Өткінші екен бақ арыс, көшті ғой бастан тұрмай көп. Өзекті өртер сағыныш, жазылмай қалған жырдай боп. Пәниде Алла пендені сынайды екен мұң артып. Әкенің таудай мендегі бейнесі қалды мұнартып. Үмітсіз, ойсыз жүредім, иманға енді бағындым. Сыздайды құрғыр жүрегім, әкешім, сені сағындым. Әке, сені ажал ерте тауыптау, сезем, ол жақ бұл дүниеден жарықтау. Сен кеткенде мен түгілі күмілжіп, таулардағы аласарып қалыптау. Көзімде жас, жүрегімде сағыныш, сағынышты құстар көкке алып ұш. Әке сенсіз өткен ғұмыр тіршілік, енді маған мағынасыз сабылыс. Қайран арман, көкте қанат жайғанды, енді міне бір қазыққа байланды. Сен кеткелі төңкеріліп дүние, көктем күзге, жазым қысқа айналды. Әкем менің айбын дедің, асқар ең, бауырыңа алды сені басқа әлем. Ұлдарыңды желбіретіп жалаудай, қыздарыңа құшағыңды ашқан ең. Жаның көкте, мекен етті аспанды, сен іздеген көңілдерден жастанды. Сағыныш пен өкініші астасқан, әке сенсіз күндер енді басталды. Жас едім өмір керген бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайда маған. Жан әке шертіп сезім домбырасы, кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Адамдар тірі кезінде әкелерін бағаламайды екен, басқа әкелермен салыстырады екен. Бірақ ең маңыздысы сіздің жай ғана жанымызда болғаныңыз екен ғой, әке. Қуансең қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын.